Келесі бізде трек панелдің оң жақ кнопкасын басатын болсақ, әртүрлі нұсқаулар шығады. Ол бірінші Insert New Track, T, және Insert Virtual Instrument on New Track, I, және түсін өзгертуге болады. Және Insert Track from Template деген бар. Мысалға, мен мына жерде көптеген өзіме ыңғайлы темплейттер жасап алғам. Мен көп қолданатын мысалы пианино. Пианино үстіне басқаннан кейін менде автоматикалық түрде пианино ашылады. Бұндай темплейт жасау үшін, мысалға, сіз жаңадан трек ашасыз, қалаған инструмент немесе плагиндеріңізді қоясыз. Оны қойғаннан кейін атын белгілейсіз. Атын белгіленгеннен кейін оң жағын басып, Save Tracks as Track Template-ті басасыз. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай папка ашып, соның ішіне де сақтауға болады. Мысалы, уақытша сақтайық. Save. Келесіде, мысалы, оң жағына басып тректің Insert Track from Template-ті басамыз. New Folder, Word. Автоматикалық түрде бізге шықты. Келесі Remove Tracks, тректі өшіру көрсетілген. Және Duplicate. Егер Duplicate-ті басатын болсақ, сол тректі көшіріп аламыз барлық плагиндермен бірге. Ал егер Duplicate тректі басатын болсақ, біз бүкіл айтемдермен автоматизациясымен барлығымен көшіріп аламыз. Келесі New Project тапты ашайық. Мысалға, осы проектті темплейт ретінде сақтап алуға болады. Мен көбінесе қолданатын плагиндерді мастергануға қойып, ол яғни BX Meter және Tunnel Balance. Келесі Mix Checker. Байпас баса тұрайық, уақытша сөндірейік, және тағы да көптеген дорожкалар ашайық. Және керек инструменттерді саламыз, мысалға. Керек плагиндер мен инструменттерді салып алғаннан кейін файлға кіреміз. Project Templates-ке Save Project as Template-ті басамыз. Және біздің папкамыз шығады. Осы жерге сақтауға болады. Мысалы, мен Mixing and Mastering деген темплейт жасайын. Save. Және уақытша проект жаба тұрайын. Сохранить етіп керек емес, сақтамаймыз. Тағы да File, New Project тапты ашайын. Және осы жерге Project Templates ішінде көреміз Mixing and Mastering темплейті шықты. Mixing and Mastering темплейті шыққаннан кейін келесі кезекті жұмыстарымызды жасай береміз. Бұл өте ыңғайлы. Көптеген осындай темплейттер жасап алсаңыз болады.